Тәңіртаудың шыршасы. Шырша Тәңіртауда өседі. Жұпары иісті. Түсі қысы жазы көк-пеңбек болып тұрады. Шырша бұрын көкке өрлеп өсіп, күзде қурап, көктемде қайта көгеріп өседі екен. Бір күндері қарлығаш мәңгілік жастық суын алып, оны адамдардың үстіне сеуіп, оларға мәңгілік жастық өмір беру үшін Тәңіртаудан аса ұшып келе жатады. Қан сорғыш соны естіп, мәңгілік суын өз алмақ болады. Сөйтіп, ол қарлығаштың алдынан шығып, оны шағып алады. Қарлығаш жаны ауырғаннан селк етіп, аузын ашып, шиқ ете қалады. Сонда оның алып келе жатқан суы жерге төгілген екен. Жерге төгілген судың бір тамшысы Тәңіртаудың шыршасының үстіне тамыпты. Содан бері Тәңіртаудың шыршасы қысы жазы көк-пеңбек болып өсіп тұрады екен. Қарлығаш адамдар үшін жасамақ болған жақсылығы еш болған соң, сонаның тілін тістеп жұлып алыпты. Жөнді жөнсіз сөйлей беретін сона сөйлеуден қалып, тек ызыңдайтын ғана болыпты. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан.